Сәлем, менің атым Робин және менің жасым 16-да. Менің ата-анам ешқашан қыз қаламаған, ұл қалаған. Және де анам, біз ешқашан қыз қаламағанбыз, тек ұлды қалағанбыз, деп үнемі айтатын. Олар маған қыз сияқты қарамаған, тек ұл сияқты қараған. Әрине, мен бұған ренжідім. Және де, білесіңдер ме, маған бейнелеудің орнына ұшақ жаса, ал музыканың орнына каратэмен айналыс деп айтатын. Және де бұл маған қатты ұнамайтын. Анам маған өлше бастағанда саған көйлек киген мүлдем керек емес деп айтады. Неге? Мен қызбын ғой, менің көйлек кигім келеді. Басқа қыздар сияқты. Мектептегі қыздар да сен ұлсың, сен Робинсің деп мені мазақтайды. Және де мені каратэдегі балалар өз топтарына қабылдады. Және де анамнан көрі әкем мені қаттырақ түсінді. Анам бір күні жатын төсегімнің астынан косметика тауып алды. Мен оны 2 ай бойы жинаған едім. Және де бұл мусорға кетті. Анама қатты ренжідім әрине. Мен скейтті айдаған жақсы көрдім, каратэні де жақсы көрдім. Және де маған алғаш рет әкем мини байк сыйлағанда мен қатты қуандым. Және де мен оны Джекпен айдатшы дегенде қатты қуандым. Шынымды айтсам, мен оны жақсы көріп қалдым. Ол маған тура қараған кезде мен күдіп жайдырап кететін. Бір күні мен Джекке мүмкін кездесерміз достарыммен бірге. Майкл болады және де Роберт болады деп айттым. Бірақ олар шынымды айтсам, мен олар шақырмаған едім. Мен көйлек киіп, туфли киіп және де боянып барым келді. Менің оған бірнеше сағат уақытым кетті. Анамның бөлмесінен косметика және де көйлекті алып шықтым. Анам бірақ енді шығып кеткенде көріп қойды. Анам мені сүйреп алып, ваннаға апарып, бойынан қысты. Bir кезде артынан тырс еткен дыбыс естілді. Мені жылап жіберіп, неге сен мені қыз санамайсың, неге ұл көресің деп айқайлап жылап жібердім. Әрине, мен содан кейін ешқандай көйлексіз кәдімгі шалбарды киіп Джекке бардым. Джек мені бір букет гүлімен қарсы алып, шынымды айтсам, мен сені бұрыннан бері жақсы көрдім. Мен достарымнан сұраған кезде олар кино туралы ештеңе білмейтінін айтты. Мен сені 1 жыл бойы жақсы көрдім, оны айтуға ұялдым деп айтты. Мен әр секунд сайын қызарып бастадым, және де қалайша деп ойладым. Сен жай ғана красавица әрі крутойсың деп айтты ол маған. Мен қуанып үйге бардым. Қонақ бөлмеде анам күтіп тұрды, және де бірінші рет ол менен кешірім сұрады. Кешірші қызым, шынымды айтсам, біздің отбасымызда бұрын ұл болған тұғын, яғни сенің ағаң, бірақ кейін ол қатты ауырып дүниеден өтті. Содан кейін сен туылдың. Және де біз сол балаға бере алмаған қамқорлығымыз саған бергіміз келді деп айтты. Әрине, мен оны кешірдім, және де біз Джекпен әлі де кездесіп жүрміз. Және де уақытты бағалаңыздар, ол сіздерге әлі керек болады.